Белгілі жас пен білімнің дәрежесіне жеткеннен кейін жұмысқа тұрған әр азаматтың еңбек жолы келісімнен басталады. Оның да өзіндік құрылымы мен мазмұны, рәсімдеу ережелері бар. Ал егер сіз жұмыстан шығатын болсаңыз, бірнеше қағиданы ескеру керек. Жұмысқа кірген кезінде бірінші кезекте жұмыскер адам жұмыс беруші мен жұмыскер арасында еңбек шартын жасау керек. Бірінші кезекте ол еңбек шартында нақты қандай жұмыстар жасалатыны, қай уақыттан қай уақыт аралығына дейін жұмыс жасайтыны, сосын демалыс күндері, сосын жалақының мөлшері, сосын жаңағы ол жұмыстың уақытынан тыс қосымша жұмыстар болатын болса, оған қанша ақша төленетіндігі, іс-сапармен басқа қалаға немесе мемлекеттерге баратын болса, бұл кезде жаңағы іс-сапарға төленетін жолақысы, жаңағы ол жақта жүрген командировщик дейді, сондай нелердің барлығы сол шартта көрсетіледі. Сосын өзіңнің сол жерде нақты жұмыс жасайтыныңды дәлелдейтін құжат болып саналады. Мейрам күндері түнде немесе негізгі қызмет уақытынан тыс қосымша уақыт жұмыс істеген кезде төленетін үстемақы күндік табыстан 1,5 есе артық болады. Бұл да еңбек келісім шартында көрсетілуі тиіс. Заңда жұмыс берушінің де жұмыскердің де құқығы анық айтылған. Десе де құқығы тапталып, артық іске жегіліп жатқан қызметкерлер кімге жүгінеді, кімнен араша сұрайды. Егер де осы мекеме шарт жасалғаннан кейін жалақының мысалы төлейтін уақыты, күні, мерзімдер көрсетеді, мысалы әр айдың басында, яғни 1-нен 10-на дейін жалақы төлену керек дейді. Егер де сол уақыттың аралығында жалақы төленбеген жағдайда, сіз өзіңіздің құқығыңызды қорғап, жаңағы жұмыскерлердің құқығын қорғау ұйымы деген бар, еңбек инспекциялары. Соларға арыз беріп, сіздің жалақыңыз мысалы көрсетілген мерзімнен асып кетті, ешқандай жалақым уақытында төленбей жатыр деген сияқты шағымдар түсіруге құқығыңыз бар. Жұмысқа орналасқаннан кейін еңбек шарты жасалмаса, еңбек құқы бұзылғаны туралы ешқандай мемлекеттік орган не болмаса сот растап қорғап қала алмайды. Сондықтан жұмысқа кіріспес бұрын еңбек келісім шартын жасаңыз. Тағы да ескеретін жайт бар. Келісім шарт жоқ болса, егер де жасалмаған болса еңбек шарты, ертең сіздің ол жерде жұмыс істегеніңізді дәлелдеу өте қиын болады. Сондықтан ол міндетті түрде келісім шарт жасаған жақсы. Сонымен қатар, мысалы, жаңағы еңбек шартымен жасалғаннан кейін, ол сізге жаңағы зейнетақы қорына, жаңағы пенсионный, жаңағы зейнетақы қорына ақша аударылым жасалу керек. Ондай түспесе де, сіз оны талап етуге құқығыңыз бар, сол шарттың арқасында. Ал Қазақстан Республикасы еңбек кодексінің 53-ші бабына сәйкес еңбек келісім шарты жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзылса, ол жұмыс берушіге 1 ай бұрын жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Жұмыстан шыққан кезде дейсіз, шыққан кезде жаңағы еңбек кітапшасы дейді, кітапшаңа кірген шыққандығы туралы бәрін енгізіп алу керек, өйткені ол сіздің ертең кейін зейнетке шыққан кезде, стажы дейді, өтілімі, еңбек өтілімі ол ертең өзіңізге керек болады. Сол үшін көп жағдайда кейбір азаматтар еңбек шартын, еңбек кітапшасын алуды ұмытып кетеді, немесе соған енгізуді ұмытып кетуі мүмкін. Сондықтан осы жағына өте мән берген дұрыс. Қандай жағдай болмасын, әріптестеріңізбен дұрыс қоштасудың да маңызын ескеріңіз.